Сәлем, менің есімім Аяжан. Бұл видеода мен орамалға қалай келгенім жайлы айтатын боламын. Өзім сияқты қыздарға, келіншектерге, құрбыларыма орамал жайлы екі ойлы жүрген, әлі де ойланып жүрген қыздарға мүмкін көмегі тиіп қалар, пайдасы тиіп қалар деген мақсатпен бұл видеоны түсіріп жатырмын. Өзім орамалға келер алдында ойланып жүрген кезде, өзім сияқты осындай қарапайым адамның мүмкін ойын, историясын естіген кезде орамалға тезірек келер ме едім деген оймен, сондай мақсатпен осы видеоны түсіремін деп шештім. Ал кеттік. Мен орамалға неге бірден келмедім? Мені не тоқтатты? Не мені екі ойлы қылып жүрді? Себептерін айта кететін болсақ, бірінші себеп ол мен ислам діні жайлы білімім өте аз болды. Яғни стереотипті түрде ойлайтын болдым. Және ол орамалдың тағудың мағынасын мүлдем түсінген жоқпын. Оны мен андай ретінде қабылдадым: әйелдерді басу деген сондай бір патриархальный, феминистический жақтан солай қабылдайтын болдым. Сол ең бірінші себеп сол. Екінші себеп ол жанымдағы адамдардың қалай қарайды маған, рұқсат бермеуі. Мысалы, ата-анам рұқсат бермеді, жолдасым рұқсат бермейді деп жүреміз ғой. Сол менде екінші себеп болды. Яғни басқа адамдар маған рұқсат бермеді әлі деген отговорка болды. Сол үшін мен орамалға бірден келмедім. Үшіншіден, ол өз-өзіме деген сенімсіздік, өзімнің сұлу екенімді түсінбейтін кезім. Яғни қорқыныш болды: егер мен орамал тақсам, онда мен сұлулығымнан айырыламын. Яғни басқа адамдар менің сұлулығымды көре алмайды. Яғни стандарт красотыға мен келе алмаймын, шығып қаламын, ешкім маған қарамайды деген, сондай әдемі болмай қаламын деген қорқыныштан. Және төртіншіден, ол орамал тағатын адамдарды, намаз оқитын адамдарды мен намазға келмей жүріп ойлайтын едім, святой адамдар деп көретін болдым, қабылдайтын болдым, ешқандай күнә жасамаған сондай адамдар ретінде, идеальный ретінде. Және өзімді ондай стандартқа не соответствую, яғни мен лайықты емеспін деген сондай ойда болдым өзім жайлы. Яғни мен жаман нәрселер жасадым, мен ондай идеальный адам емеспін, сондықтан мен кімді алдаймын? Ол өзім жасайтын жасап алып, енді түк болмағандай орамал тағып жүремін ба деген сияқты, мен кімді алдаймын деген сондай өзіме деген сенімсіздік, яғни өзіме бір мейірімділік болған жоқ, өз-өзімді кешірмеуім сол төртінші себеп болып табылады. Басында мен намазға келген кезде, ол кезде мен орамалды былай косынка, бандана ретінде тағып жүрдім. Яғни шашым былай ар жағынан, әртүрлі жерлерден көрініп тұратын болды. Ол кезде мен орамал таққан себебім, мен намаз оқимын, значит, мен орамал тағу керекпін деген андай міндет ретінде қорқыныш сезімі болды да менде. Мен түсінген жоқпын оның мағынасы не үшін, ешнәрсе білген жоқпын. Сол андай бір өзімді заставлять етіп, бір обязанность ретінде көріп тағып жүрдім. Бірақ маған өте ұнаған жоқ ол. Себебі мен айнаға қараған кезде, мен ол кезде өз-өзіме сенімсіз болдым, яғни өзімнің әдемі екенімді білген жоқпын. Айнаға қараған кезде андай ұнамайтын болды маған. Ол орамалды үйлестіре алмай, тюрбан, сондай нәрселерді косынка ретінде таға алмай, бір үлкен апалар сияқты сезінетін болдым өзімді. Ол орамал таққан тоже не туда, не сюда болды да. И мен оған көңілім толған жоқ, ұнаған жоқ маған үйтіп орамал таққан. И сөйтіп жүріп, мен бір жылдан кейін ол орамалды шешіп тастадым. Өзімді сұлу, әдемімін деп сезінген жоқпын, сол үшін мен шешіп тастадым. Кейін бірнеше айдан кейін намаз оқитын жақындарымның қысымынан қайтадан тақтым сол косынка ретінде орамалды. Бірақ ішімнен ол ниетім дұрыс болмады менің, себебі мен оның Алла тағаланың разылығы үшін таққан жоқпын. Мен оны сол жақындарым үндемесінші, жақсы солар үшін деп тақтым. Яғни мұнда тағы андай назло дейді ғой, солай тағып бастадым, ниетім дұрыс болмады. Ал егер ниетім дұрыс болмаса, почва дұрыс еместі ол тұрған. И почва дұрыс болмаса, гүл солып қалады деген сияқты. Гүл солып қалды, мен орамалды қайтын шешіп тастадым. Өз-өзіме шешім қабылдадым. Мен либо орамал тағамын толықтай, шашым бәрін жауып, либо вообще тақпаймын деп. 1,5 жылдай бұрын мен өзімді
өзімен өзім жұмыс жасап бастадым. Өзімнің ішкі жан дүниеммен, өзімнің санаммен, психологқа барып, психологиялық кітаптар оқып, өз-өзімен жұмыс жасай бастадым. Яғни өз-өзімді жақсы көруді үйрене бастадым. Әлі де сол процестемін. Бірақ мен ең бірінші қабылдағаным ол өзімнің өте сұлу екенімді, табиғи сұлулығым өте ерекше екенін, өзімнің әдемілігімді қабылдадым. Яғни өзімнің тәнімді, келбетімді жақсы көре бастадым. Айнаға қараған кезде өз-өзіме тамсанып тұратын болдым. Яғни өзімді жақсы көре бастадым. Сосын осы бір жарты жылдай бұрын мен инстаграмда сторис қарап отырғанда, мен двоюродный сестренкам бар, и ол орамал тағады, хиджаб тағады. И соны көрем сторисін, әп-әдемі болып үйлесіп тұр да, күшті болып тағып алған, ондай бір нәзік, женственный болып көрінді да маған. Сосын енді ол мен туысқан болғандықтан біздің түрлеріміз келеді ғой, ұқсайды ғой. Сосын мен ойладым, егер оған үйлесіп тұрса, жарасып тұрса, значит маған да жарасады дедім да. И сол күні спонтанно ешкімнен рұқсат сұраған жоқпын, ешкімге айтқан да жоқпын. Үйде менің шарттарым бар еді, орамалдарым. Солармен Pinterest'тан, YouTube'тан туториалдарын қарадым да, өзім тағып, орамалды тағуды бастап кеттім. Мұндағы жақсы айтатын жағдай, бұның почвасы жақсы болды, ниетім дұрыс болды. Себебі мен бұл жолы өзімді жақсы көріп тұрдым. Және ол Алла тағаланың бұйрығы ғой. Ол кезде уже түсініп бастадым да, не үшін орамал тағу керек деген мағынасын түсініп бастадым. Және Алланың разылығы үшін деп басқа адамдардың рұқсаты керек емес маған, басқа адамның ойлары керек емес. Бұл менің шешімім, жүрегімнің қалауы деп орамал тағуды бірден бастап кеттім. Бірақ әрине басында орамал таққан кезде басында қиын болады. Сразу идеалін тағып кетпейсің. Қазір біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Орамалдың түр-түрі бар, андай бірден таға салатын бар, андай өзің егер инемен, тереуішпен, магнитпен тағам десең де түр-түрі бар орамалдардың. Спортивный ма сенің стилін, классический ма стилін, әртүрлі стильге қазір үйлестіріп тағуға болады. Яғни ол да бір сенің изюминканың, сенің бір стилің болып табылады. Енді сенің бет әлбетіне қарай, менің мұрным үлкен, менің бетім үлкен, менің бетім арық, оларға да үйлестіре алатын орамалдың стильдері бар. Просто уақыт керек ол үшін өзіне үйлестіре алатындай, өзіне ұнайтын түстер, орамалдың түстерін тауып, өзіне ұнайтындай тағатындай, оны бақылау керек, оған уақыт керек. Сен бір күні өзіне идеально келетін орамалдың стилін өзің бір күні табасың. Мен орамал тағып бастаған кезде қандай өзгерістер келді өміріме? Мен орамал таққан кезде өзімді бір под защитой қауіпсіз сезінемін. Мен орамал тағып шыққан кезде, даже көшеге шыққан кезде, мысалы бұрында ер адамдар көзімен шығарып салатын болса, саған аяғынан басына дейін қарайтын болса, қазір ер адамдардың маған деген қарым-қатынасы өзгерген. Яғни олар кішкене сыйластықпен қарайды, саған құрметпен қарайды, аузына келгенін айтпайды деген сияқты. Себебі барьер бар, границы бар. Және олар сен көрсетесің, сен Алла тағаланың құлы екеніңді, және сен оның защитасында орналасқанды көрсетесің, и содан адамдар саған сыйластықпен, құрметпен қарайтын болады. Және де орамал таққан кезде, мысалы, сенің тәнін, сенің денен, ол сенің, аузыма бір сөз келмей тұр, храм деп айта берейін, бір сенің храмың сияқты. И ол храмға сен кез келген адамды кіргізе бермейсің. Мысалы, ол проходной двор емес. И сен өзінің денеңді бір андай бағалы, құнды зат ретінде қарайсың да, и сен оны барлығына көрсете бергің келмейді. Энергетикалық жағынан айтатын болсақ, мысалы, әйел адамдардың энергиясын ер адамдар өте қатты сорып алады екен. Яғни ол сен ер адаммен сөйлеспесең де, ешқандай контактқа түспесең де, ер адам просто көзбен, оказывается, әйел адамның энергиясын сорып алады екен. Яғни сыртқа шыққан кезде, мысалы, мен өзім сұлулығымды көрсетіп шықсам, онда ер адамдар қарайды оған. Әдейі болмаса да, просто ер адам табиғатта әйел адамға тартылатын болғандықтан, ол қаламаса да қарайды саған, и солай сенің энергияңды сорып алады екен өзіне. И сен андай энергияны аз болып келесің, себебі барлық ер адамдар сенің энергияңды сорып алады екен. Бір жағынан сен өзінің энергияңды өзіне сақтап қаласың. Мысалы, біздің социумда мынандай не бар,
қалыптасқан стандарт красоты. Яғни стандарт красоты андай каблук кию керек, там шашын локоны жасау керек, мейкап деген сияқты сондай өзінің әдемілігін көрсету керек деген сондай бізде стандарт красоты бар. И ол біздің миымызға до такой степени құйылып қалған. Біз сол стандартқа сыйғымыз келеді, яғни бізде сондай әдемі болғымыз келеді. Бірақ біз табиғаттан сұлумыз. Жаңағы стандарт красоты ол басқа адамдардың көздерін қуанту үшін, басқа адамдарға удовольствие беру үшін визуально. Сол үшін ғой жаңа стандарт красоты шығарған. А мында орамал таққаның сенің ол Алла тағалаға өте әдемі, өте сұлу әрекет болып көрінеді екен. Сонда сен таңдау жасайсың. Сен басқа адамдарды қуанту үшін, солардың көздерін қуанту үшін, соларға сұлу нәрсені көрсету үшін солай киінгің келе ме? Немесе барлық дүниені жаратқан, сені әрқашанда қорғап, жақсы көретін, мейірімді Алла тағаланы мадақтау үшін, соның разылығы үшін, соған әдемі болып көрінетін киімді кигің келе ме? Осы сұрақ мені қатты қозғады. Бұл сөзді естіген кезде мен жүрегіме қатты тиді. Шынымен де басқа адамдар не ойлайды, мен әдемі емеспін деген, оның бәрі артта қалады, себебі сен Алла тағала үшін жасап жатсың оны, и сен білесің, жүрегің түбінде білесің, сен дұрыс нәрсені істеп жүргеніңді. Құран кәрімде 24-ші сүреде, Нұр деген сүреде 31-ші аятта осы не туралы, орамал тағу туралы айтылып кеткен. Қазақша аудармасын кішкене бөлігін оқып кетсем, одан кейін арабшасын түсіндіретін боламын. Бірінші 24-ші сүре 31-ші аят. Мүмін әйелдерге де айт, бөгде ерлерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін зинадан қорғасын, сондай-ақ зейнеттерін көрсетпесін. Бірақ олардың өзіндігінен көрінгендері басқа, беті, қол аяқтары, және бүркеншіктерін омырауларына түсірсін, зейнеттерін көрсетпесін, және де көмескі зейнеттерін басқаларға білдіру үшін аяқтарын ұрып жүрмесін. Ай мүміндер, түгел Аллаға тәубе қылыңдар, әрине құтыларсыңдар. Осылай аудармасы, қазақша аудармасы. Және мен Нуман Алихан деген ұстаз бар, араб тілін үйрететін, Құранның мағынасын, терең мағынасын ашып үйрететін ютубта каналы бар. Баяна институт деген көп миллиондаған подписчиктары бар, өте керемет ұстаз, өте білімді, және оның уағыздарын мен өте көп тыңдаймын. Ол дінді өте әдемі жеткізеді. Ондай ұрсып, айғайлап емес, күліп, жеңіл жолмен басына жеткізеді, жүрегіне жеткізеді. Ислам дінінің өте таза, өте жеңіл, өте көркем дін екенін. Сол бір сериясында, Местап деген сериясы бар. Сол кезде жаңағы не туралы түсіндіреді, айтып келеді, хиджаб жайлы, яғни орамал тағу жайлы. Ол айтады, жаңағы сүре бар ғой, сүренің 31-ші аятында, мен қазақшасын оқыдым ғой, онда арабшасында бүркеншіктерін омырауларына жапсын деген жерде, бүркеншіктер деген орнына араб тілінде химар деген сөзді қолданады екен. Яғни химар деген сөздің мағынасын ол толық ашады. Нуман Алихан айтады, химар деген сөз араб тілінде ол итакта сол химар деген сөздің ішіне басты жабу деген мағына кіріп тұр екен. Яғни араб тілінде өте бай тіл ғой ол, басты жабатын жаңа ұзындығына, басты жабатын бас киімнің ұзындығына, мағынасына қарай 9 түрлі сөз бар екен. Соның бірі химар деген сөз. Яғни баяғыда ер адамдар жаңа тюрбан ретінде тағатын болған, сосын ол беліне дейін былай созылып тұратын болған, оны түсіп тұратын болған, соны химар деп атаған. Және әйел адамдар баяғыда бандана сияқты таққан, жаңа артына дейін созылып тұрады, арқасына жаңағы беліне дейін созылып тұрады, соны химар деп айтқан екен. И жаңағы араб тілінде, арабша Құранда жазылып тұр ғой, химарларын омырауларына алдына жіберсін дейді. Яғни химар итакта мағынасына кіріп тұр, басын жабу, шашын жабу, ол арқасын жауып тұр, соны алдарына түсірсін депті әйелдерге. Яғни жабылады. Осы біздің тағып жүрген орамалымыз. Және де қызығы, мысалы жаңағы жылқылар бар ғой, жылқылардың қасқалары болады ғой, мысалы қоңыр түс жылқы болады да, басына бас киім киіп алған сияқты болады ғой, басынан мойнына дейін әппақ болады. Соны мына қарашы, жылқыны химар тағып алған сияқты екен деп айтады екен арабтар.
және химар деген сөзге синонимдар өте көп, және олардың бәрі жаңа баспен байланысты, яғни басты жабу деген сөз екен. Себебі көп адам дауласады екен, Құранда олай айтылмаған, әйел адамдарға хиджаб жапсын деп, ондай айтылмаған деп айтады екен. Бірақ Нуман Алихан осы сөздің мағынасын терең түсіндіріп, ашықтан ашық айтты. Мұнда жамылу керек, яғни шашынды жабу керек екені 100% анық айтылып тұр екен. Және хиджаб деген сөз Құранда кездеспейді екен. Ол хиджаб деген сөз араб тілінде стена, жаңағы қабырға, немесе және жапқыш, перде дегенді білдіреді екен. Хейтерлер айтуы мүмкін: ой, бұл қыз отырған қыз еді, бұл қыз жаман қыз болған, қазір орамал тағып жүрдім болмаған сияқты деп айтуы мүмкін. Бірақ әр адам түбінде өзі үшін өзі жауап береді. Мысалы, намаз оқымай жүрген адам намаз оқып кетеді, және ешкімді осуждать етуге болмайды. Себебі әр адам өзінің басы бар, өзінің миы бар, әр адамның өзінің жеке Алла тағаламен өзінің байланысы бар. Біз кішкентай адамдармыз, құлмыз, біз басқа құлдарды өйтіп осуждать ете алмаймыз, оның тағдырына балта шаба алмаймыз. Жаңағы ең бастысы, намазға, орамалға келгенде бұрынғы жасаған күнәларың үшін шынымен, шын жүректен тәубе етіп, тәубе қылып, Алла тағаладан кешірім сұрап, сол кешірімді қабыл етші деп кешірім сұрап, жаңа өміріңді жаңа парақшадан бастауға қорықпа. Яғни сен орамалды тағып бастасан, бұл өте үлкен жетістік. Мен сен үшін өте қуаныштымын. Егер орамал тағуға ниетің болса, ниетің қабыл болсын. Жеңіл, Алла тағала саған жеңілдігін берсін. Бұл өте керемет, күшті сезім. Егер сен қазір қиналып жүрсен, жақындарынан, жанындағы адамдардан, ортадан, білмеймін, әртүрлі давление болса, соцсеттарды қарап, мысалы, басқа әдемі қыздарды көріп қызығып кететін болсан, ондай, конечно, болады. Бірақ оның бәрін челлендж ретінде қабылдай білу керек та, сені сынап жатыр деген сияқты. Және сенің қолынан келеді. Менің осы видеом пайдасын тигізер деген ойдамын. Ислам туралы көп білетін ондай адам емеспін, бірақ мен де ештен кеш жақсы дегендей, мен жай-жайдан өзім ізденудемін, өзім білімді толықтырып келе жатырмын. Осындай қарапайым адамнан естіген история мүмкін пайдасы тиіп қалар, өзім сияқты қарапайым адамдарға деген ниетпен түсірдім. Келесі видеода кездескенше лайк басып қойыңыздар, подписаться етіп қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар.